Dәрі емес, витамин беріңдер. Витамин беріңдер. Қосып ал. Менен басқа ешкім емес тұрған. Оның бәрі менің жұмысым емес, медсестранка. Ой, сіздерге не жақпайды деймін? Келгелі бер, диагноздарыңыз жақсы ғой. Ой, мына күніңізге Құдайға шүкір деңіз. Сен қызда менің не арыма тимей, витамин бер, шынымен дәрі бер, байымды өлтіріп қоймай, витамин беріңдер. Ойбай, түрін бәрі жап-жақсы ғой, Құдайға шүкір десеңіздерші. Қайта біздің емханаға рахметтеріңізді айтыңыздар. Келген кеткен адамға өлім аузында жатыр деп айтыңдар. Өткенде не сен? Есіктің аузында жатыр дегенің не? Есіктің аузында емес, өлімнің аузында жатыр. Қиналып жатыр. Жағдайы ауыр дей берсеңдер. Не бар? Айта берсей. Тяжелый операция өтті, жағдайы қиын, қабырғасы қайысқан. Әшейінде қабылдады осылар. Адам, күйдіресін деді отыр. Әшейінде қапылды. Әшейінде болғанда сен неміне сумаң ет, келе бересің, қайда? Немеге келе бересің сен? Ішім пысқан жоқ па? Немеге пысады менің ішім? Жұмыс қой бұл. Жағдайыңды біліп бердім ғой енді. Оның үстіне тамаға келдім. Қандай тамақ? Сен немеге тамаға келе бересің? Мен сол түсініп тұрмын. Түсінмеймін, неге тамаға келе бересің? Мен аш жатырмын ба? Немеге үйден тасисың бер қалай тамақты сен, Айтшы сол, жауап берсін ба? Тасыма үйден. Мен де ақымақ емеспін ғой. Ана көрші Жәмила бар емес па, қайтыс болған. Соған ас берді. Соның палауынан толтырып салып алдым. Жартысын бала-шағаға тастап кеттім, ыстып жейсін деп, жартысын саған бердім. Сөйтіңдер. Осы үйдің ауқаты эконом болсын деп, үйдің ақшасын тежейін деп, өкіметтің тамағын жеп отырмын ғой мен. Тегі отырмыз ғой, жатырып қой. Жетіскенен отыр дейсің ба мен? Немене келе бересің сен, адам жынына тиіп отырсың? Немен келдің тағы? Енді сол автобус. Ойбай, автобус. Шығынай, атаңа нәлет шығынай. Бұлар шығын ғой енді, автобуспен ары бері, 70 теңге бері, 70 теңге ары, күніне 140 теңге. Ойбай! Шығынай, атаңа нәлет шығын. Автобусқа мінбей, үстіп айтатыныңды біліп, жаяу келдім, 5 километр. Ойбай, шығынай. 5 километр жаяу. Енді 5 километр ары тағы жаяу. Шығынай. Енді аяқ киім тозды деп аяқ киім аласың ғой. Жалаң аяқ келдім, жалаң аяқ. Аяқ киімді пакетке салып жалаң аяқ келдім, больницаға кіріп атқанда кидім. Үйбай, шығынай. Енді өкшем жарылды деп мақшыстың ба? Шығынай, атаңғана. Айран жаға салам, айран. Ойбай! Өзімізді шуге қимай атқан айранды сенің аяғыңа жағайық, ойба. Шығынай. Қайтып келем, енді қайтып келем. Кеме ваще. Кім келді саған? Шығынай. Үйге құрастырамайды бұлар, тасиды. Бек кіргізеп бұлар шығарады атаңған әлет. Қойшай, нервішті де бермей, болды қош. Жүрегім ауырып дейсің бе әзір? Не істеп атсыңдар? Бала шаға не істеп атсыңдар? Не жеп атсыңдар? Не ішіп атсыңдар? Жақсы, бәрі аман, тыныш, ет жеп, ет асып отыр. Не? Қандай ет? Ойбай, қандай ет тағы да? Боранбайдың әкелген соғыма. Ойбай, шығынай, атаңа қоқи. Ет жейтін сен кім едің сол жа? Сен неме төренің қаты немен ет жейтін атағын әлет? Астан емес, астан өлесің сен атаңын өтпір күн. Астан өлесіңдер. Немлеге жейсін етті? Итмедің ет жейтін атағын әлет? Ет жемес, жеме етті. Жеме. Жеп атқан жоқпын. Етті жеп атқан жоқпыз. Жеме. Мынандай қылып дәмін шығарып, қазанға батырып алам, сорпасын ішіп, ана етті жемей. Соны бір айға жеткіз, бір айға жеткіз салсаң, сорпасын ішсең болды ғой. Жесей, арзан тамақ жесей, макарон қуырып же, тұқым қуырып же атаңын әлет. Соғым жеп, немеге жейсін соғымды? Аласың, көш бол. Жүрегің ауырады қазір, аурасың. Епсің, давлением дейсің соқсын. Ойбай жүрегім дейсің. Давлениенің шығын. Сен де шығынсың жақтан. Давлениенің дәрісі қанша екенін білесің ба сен? Жүректің дәрінің қанша екенін білесің ба сен, жұртты
шықсам, ең болмаса парацетамол, мукалтин, 90-45 теңгенің ауруымен ауыр. 7.000, 3.500 ауруымен ауырасың. Сосын сендер ет жемеңдер. Сендер де макарон жеңдер, кішкентай аурумен ауырамын сол кезде мендер. Адамға жақпайтын әңгіме айтып отырсыңдар, соғым жеп жатырық, ет жеп жатырық деп. Сендер үшін отырмын ғой. Машинаның астына түсе берген оңай ма саған? Ыстық баллондар жалап өтеді, оңай ма саған жаңа? Canım, kaskadörüm benim, ceki canım benim, ceki canım. Kaskadörüm benim. Ya bala dese, ha? Kamada geldim, kanға ұқсатып жасайып. Кеше әкел дедім саған, ескіріп қалды. Бүгін айттыңдар, бастағы қанады тоқтамай жатыр деңдер. Canım. Тілге келмей жатыр деңдер. Айта берсең, сарылай берсең. Сарылай беріңдер. Рахмет. Анақта біреу келеді. Сенің арқаңдай, сенің арқаңда жағдайымыз жақсы. Біреуден ілгері, біреуден кем асып-тасып. Айтпа! Жағдай жақсы деген айтпа! Айтпа! Жоқ де, жоқ. Ана шубаңды киме сатып сап қой. Машинаның гаражға тықып қой. Айтпа, жоқ. Жоқпен байыз. Жоқсап жоқ десең байыз. Шубаны сіңіліме көрсетейінші. Көрсетті, ешкімге көрсетті. Келатыр ғой. Қайсысы келеді? Қаққан бала келеді. Ай, Жигули ма, Опель ма? Жоқ, Жигули, ақ көңіл бала ше. Ақ көңілі ма? Давай, зарлай берсен, зарлай бер. Давай. Содан шығарайын. Помада жақ. Қой. Ай. Ай. Ассалаумағалейкум. Қалай емес пе жеңеше, қалайсың? Қалай, жағдайларыңыз жақсы ма? Жаман. Ой, жаман. Неге жаман? Ой, адам болмайды. Жаман. Нашат. Ай, өледі-ау. Ай, өледі-ау, жаным-ау. Жеңеше, жақсы сөйлеңізші, айналайын, жеңеше. Почти өлдім. Өлді есебі. Жеңеше. Аши құр сүлдері жоқ. Ой, өліп кетеді-ау осы. Құр сүлдер? Ой, мынаның құр сүлдері қалды ғой. Қиын. Машинаға алған бұл емес, менің құр сүлдерім қалды, мені зорға жүрмін. Ай, өлмейсің. Мынаны айтсайшы. Қайсы жақсы ма, бәрі дұрыс па айтыр? Бәрі жақсы ма? Міне сіздің жақсы көретін, міне сізіңізде, міне табақтарын бәрі алып келдім. Міне, бәрі уже екі ай болды ғой, қасында жүргенімізге уже біліп қалдық қой, нені жақсы көретін көкем. Почти екінші әйел болып қалдым әлің уже мен. Көкем қалай, кішкене? Кешегі нелерді жеткіздің ба? Ау, Кешегі нелерді жеткіздің ба деймін. ені сіз қырғын нәрсе айттыңыз ғой, қайсысын айтасыз? Картошкаларды апарып. Ойбай, міне жеңешем қуар, міне продуктының бәрі жеткіздім. 3 қап картоп, міне 2 қап ұн, міне етін жаңа бір жілік етін апардым, күріші бар, қап жаңа құм шекері бар, міне бәрін апардым. Ай, жеңеше, Ой, жаным ай. айтса жеңеше, апардым ғой. Майонез жоқ, майонез. Ойбай. Майонез жоқ. Салат жейін десе, балдар майонез жоқ. Көке, көке. Өз-өзің ұстаңыз, айналайын, көке, өз-өзің ұстаңыз. Құдайым ай. Немен сол майонез сізге қымбат болып тұр, айналайын, қымбат болып тұр. Ойбай, әні. Бір аяғы жерде, бір аяғы көрде, өлейін деп атқан адамға 350 те жымыт. Ой, заводтан үйіңізге бірақ тартқызам, болып қоя тұрыңыз жеңеше, әпелеміз бұл. Орта белге келгенде көрер жарығым осы бет. Түнімен аяқ қолым қақсайды. Түнімен ұйықтай алмай. Көкем, мынау айналайын көкем, мынау енді жылы Жаным, арстаным-ау, жаным, айбарлым-ау, жан жүрек мың балам-ау, жау жүрек мың балам-ау. Жаным. Ой, жеңеше, қойыңыз айналайын, қойыңыз, не біліп отырсыз? Жаным ай. Өлейді батқан ешкім жоқ, мені қарасаңшы, айналайын, сіздің рәпетіңіз өлетін адамға ұқсамайды, айналайын-ау. Оның астына мен өлейін деп тұр бойды. Саған жаны ашығаннан өлмей жүрмін ғой мен. Мен саға берейін десем көкелеп қоймайсың. 40-қа келгенде қанша мен жоспарым бар еді. Ана құрылыс үйім бітпей олдыр. Сорымды кімге айтам? Сорымды кімге айтам? Бітіріп берем, уайымдамаңшы. Оны тақанса бітіріп берем. Бітіресің? Иә, шифрын жауап берем, уайымдамаңшы. Айттым ғой меске, сөзімді тұр. Ойбай, шифрмен жауап дейді. Ой, шифр. Позор. Енді не? Позор-ай, ертең сен өлесің. Ана келім кетім адам. Позор. Шипыр үйден шығарайын. Ойбай. Айналайын, шипыр мен өз үйімде жоқ қайналайын. Шипыр өлді дейді. Ойбай. Әні, Жоқ, хорошо, не енді, не? профнастильді болады ғой, профнастиль. Ей, профнастиль. Болмайды профнастиль. Өзбекский порядка тағымыз, айтпа профнастильді. Позор.
шатырыңыз жылтырап тұрайық. Черепицамен жабу керек. Ne diyor ya? Черепицамен жабу керек. Koka şirip. Beni hiç korlamasanız, kıynamasanız şu kaynanayı çere pizza degen beni ata babam da görmüyor kaynanayı. Милицияға берейші. Мен саған давно Саған айттым. қанша жаным аш? Бер дедім. Senin bala şakan var mı? Var koy bende de bala şakan. Bir şey etti, 4 bala şakan var. Ойбай, сорлы обалай, 4 бала шағаң бар. Soğuk koka kaynanayı. Әкесі түрмеде отыр дейді. Обалай. Түрме жаман, обалай. Бере салайыншы сен. Аяғаннан... Қанша етін о? Кеше Звондаш. сені аяғаннан өлмейді. Қанша етін о? Çere pizza olsa çere pizza bol. Жеңілден қалдым ау. Sen şeyini değil kaynanayı 2 ay oldu. Çatkarınıza yendi şahatın vaktiniz Ана oldu. бишара баладан обал болды. Ne değil? Сотқалдай болып мектеп бітіріп отыр. Ne istiyorsun? Оны кім оқуға түсіреді енді? Кім оқуға түсіреді енді? Кім? Түсіреді. Кім түсіреді оны? Bayındamağınızda Türk koy. Ой, чар. Süremiz var. Koleje götüremeyin bir tane. Ойбай, коллеж. О, құдай-ай. Қартайғанда сорлаттың ау. Коллежге баласы оқиды екен деп сорлаттың ау. Yendi niye? Іш болмаса киімепке түсірсе. Хотя бы киімепке түссін да сорлар. Men de қарызға батып атты. Siz ойласаңыз мен қалай оқы сіздің балаңыз менің өзім Кім балам. қарызымыз? Кім қарызымыз, а? Жұрттың бәрі қарыз. Ештеңе қылмайды. Әкел. Мен саған давно айттым. Аяма дедім. Сен енді былай қыл, Сен былай қыл енді. Bir bәлеге түсіреміз, бол. Әнім былай қыл. Ақыры баланы үйлендірейін деп атсың. Мен өзім-ақ мынандай жағдайға түспегенде өзім-ақ бәрін тындырар ем. Ана қызым-ақ құда түсіп келіп жатыр екен. Кім? Құдалар, сен енді ақыры. Sen күте тұруға болмаймын, енді кішкенесі больницадан шыққан екен, өзіңіз сәл реттеліп алған екен. Ойбай, 30-ға келген қыз қалай күтеді? Ойбай, 30-ға келген қыз. Оған да мен кінәлімін ба? Ойбай. Сіздер мен машинамен қақпасам өліп қапсыздар да тегі. Жиналып қапты ғой тегі сіздер. Ойбай. Қазыңызды ұзатайын, ал қашып кетуге болмаймын, обязательно ұзатып. Ойбай, позорай. Құдай, о заманда бұл заман кімнің қызын кім ап қашып кетті. Ойбай. 30'ga келген. Сен енді бауырым ақырына оқуға түсіріп атсың ғой, сол қызды да өптеп жіберен, айналайын. Сен де маған жақсылық жасап, мен де саған жақсылық жасап, милицияға бермей жатыр ғой. Рахмет, жаман жақсылық жасап атсың. Ана Нұржанның тойына мұзақ келді ғой. Біздің тойға да мұзақ келетін шығар, я? Мұзақты алдыратын шығар мынау? Алады ғой. Иә? Сіздер мұзарт қанша тұратын білесіздер ма? Қанша тұрады? Ондай ақшаны мен түсімде көрмеген ғой. Ештеңе қылмайды, кредит алып бірдеңе құтыласың да енді. Мен мұзақ келмесе болмайды. Мұзарт келмесе той өтпей ма? Кім керек? Тимати. Кім? Тимати. Ой, Тимати, ай жаным, Тимати. Битек. Көндім ма? Звондашы болмас. Әкелші. Жоқ, звондама көндім. Милицияға әкелші. Жоқ. Мен Тиматиді да шақырайын, жаңа кім мұзартты да шақырайын, Төреғалиді шақырайын. Пугачеваны қосайын, о! Пугачеваны қосайын. Кесін, Жақсы кетіп. бәрі кесін. Жеңілдеп қалдым. Мен солардың бәрі шақырына елге әдемілеп тұрып концерт берем. Бірақ бірінші сені өлтіріп алайын, соны концерт берем. Қазір өзім звондап шақырам мен сендер. Дәрі емес, витамин беріңдер. Витамин беріңдер. Қосып ал. Менен басқа ешкім емес тұрған. Оның бәрі менің жұмысым емес, медсестранка. Ой, сіздерге не жақпайды деймін? Келгелі бер, диагноздарыңыз жақсы ғой. Ой, мына күніңізге Құдайға шүкір деңіз. Сен қызда менің не арыма тиме, витамин бер, шынымен дәрі бер, байымды өлтіріп қоймай, витамин беріңдер. Ойбай, түрін бәрі жап-жақсы ғой, Құдайға шүкір десеңіздерші. Қайта біздің емханаға рахметтеріңізді айтыңыздар. Келген кеткен адамға өлім аузында жатыр деп айтыңдар. Өткенде не сен? Есіктің аузында жатыр дегенің не? Есіктің аузында емес, өлімнің аузында жатыр. Қиналып жатыр. Жағдай ауыр дей берсеңдерші. Қанша күн жатпақсыздар? Нең бар, айта берсей. Тяжелый операция өтті, жағдайы қиын, қабырғасы қайысқан. Әшейінде қабылдады ғой осылар. Адам, күйдіресін деді, отыр.
Әшейінде қапылды. Ашейінде болғанда сен немене сумаң ет келе бересің қайда? Неменеге келе бересің сен? Ішім пысқан жоқ па? Неменеге пысады менің ішім? Жұмыс қой бұл. Жағдайыңды біліп келдім ғой енді. Оның үстіне тамақ әкелдім. Қандай тамақ? Сен неменеге тамақ әкеле бересің? Мен соны түсініп тұрмын. Түсінбеймін, неге тамақ әкеле бересің? Мен аш жатырмын ба? Неменеге үйден тасисың бері қарай тамақты сен, Айтшы, сол жауап берсін. Тасыма үйден. Мен де ақымақ емеспін ғой. Ана көрші Жәмила бар емес пе, қайтыс болған. Соған ас берді. Соның палауынан толтырып салып алдым. Жартысын бала шағаға тастап кеттім, ыстып жейді. Не шығатсыңдар? Жақсы, бәрі аман, тыныш, ет жеп, ет асып отыр. Не? Қандай ет? Ойбай, қандай ет тағы да? Ай, Боранбайдың әкелген соғы ма? Ойбай! Ай, шығын, атаңа қоқи. Ет жейтін сен кім едің сонша? Сен неме төренің қатын емен ет жейтін атаған әлет? Астан емес, астан өлесің сен атаңыз бір күн. Астан өлесің дер. Немлеге жейсің етті? Итмедің ет жейтін атаған әлет? Ет жемес, жеме етті. Жеме! Жеп атқан жоқпын. Етті жеп атқан жоқпыз. Жеме! Мынандай қылып дәмін шығарып, қазанға батырып алам, сорпасын ішіп, ана етті жемей. Соны бір айға жеткіз, Жеткізіп атыр. бір айға жеткіз, салсаң, сорпасын ішсең болды ғой. Жесей, арзан тамақ жесей, макарон қуырып же, тұқым қуырып же, атаңын әлет. Соғым жеп, немеге жейсің соғымды? Қаласың, көш бол. Атаңа. Жүрегің ауырады қазір, аурасың. Өй! Епсің, давлением дейсің соқсын. Ойбай жүрегім дейсің. Давлениенің шығын, шығын. Сен де шығынсың жаққан. Давлениенің дәрісі қанша екенін білесің ба сен? Жүректің дәрінің қанша екенін білесің ба сен, Жұрт тоқсам, ем болмаса парацетамол, мукалтин, 90-45 теңгенің ауруымен ауырып. 7.000, 3.500 ауруымен ауырасың. Сосын сендер ет жемеңдер. Сендер де макарон жеңдер кішкентай аурумен ауырамын сол кезде мендер. Адамға жақпайтын әңгіме айтып отырсыңдар, соғым жеп жатырық, ет жеп жатырық деп. Сендер үшін отырмын ғой. Машинаның астына түсе берген оңай ма саған? Ыстық балондар жалап өтеді, оңай ма саған атаңа әлет? Жаным, каскадерім менің, жеке жаным. Каскадерім менің. Бала десе. Қамат әкелдім. Қанға ұқсатып жасайып. Кеше әкел дедім саған, ескіріп қалды. Бүгін айтыңдар, бастағы қанады тоқтамай жатыр деңдер. Қалай, кішкене? Кешегі нелерді жеткіздің ба? Кешегі нелерді жеткіздің ба деймін. Ені, сіз қырғын нәрсе айттыңыз ғой, қайсысын айтасыз? Картошкаларды апарды. Ойбай, жеңешем куә мені. Продуктының бәрі жеткіздім. 3 қап картоп, мені 2 қап ұн, мені етін жаңа бір жілік етін апардым. Күріші бар, қап жаңа құм шекері бар, мені бәрін апардым. Ай, жеңеше, Ой, жаным ай. айтса жеңеше. Апардым ғой? Майонез жоқ, майонез. Ойбай. Майонез жоқ. Салат жейін десе, балдар майонез жоқ. Кока, кока. Өз өзін ұстаңыз, айналайын, кока. Айналайын, кока, өз өзін ұстаңыз. Құдайым ай. Немен сол майонез сізге қымбат болып тұр, айналайын. Қымбат болып тұр сол. Ойбай, әні. Бір аяғы жерде, бір аяғы көрде, өлейін деп атқан адамға 350 те жымыт. Ой, заводтан үйіңізге бірақ тартқызам, болып қоя тұрыңыз жеңіш, әфелеміз бұл. Орта белге келгенде көрер жарығым осы бет. Түнімен аяқ қолым қақсайды. Түнімен ұйықтай алмайым. Шыға көм, мынау айналайын көкім, мынау енді жиенді. Жаным, арстаным, жаным, айбарлым, жан жүрек мың балам, жау жүрек мың балам. Жаным. Жеңеше қойыңыз айналайын, қойыңыз, не біле болсын жоқ. Жаным ай. Өлейді баққа ешкім жоқ, мені қарасаңшы әлсін. Айналайын, сіздің рәпетіңіз өлетін адамға ұқсамайды, айналайын. Оның астына мен өлейін деп тұр бойды. Саған жаны ашығаннан өлмей жүрмін ғой мен. Мілсаға берейін десем көкелеп қоймайсың. 40-қа келгенде қанша мен жоспарым бар еді. Анау құрылыс үйім бітпей олдыр. Сорымды кімге айтам? Сорымды кімге айтам? Бітірем, бітіріп берем, уайымдамаңшы. Оны тақанса бітіріп берем. Бітіресің. Шифрын жауап берем, уайымдамаңшы. Айттым ғой меске сөз. Тілге келмей атыр деңдер. Айта берсең, сарлай берсең. Сарлай беріңдер. Рахмет. Анақта біреу келатыр. Сенің арқаңдай, сенің арқаңда жағдайымыз жақсы. Біреуден ілгері, біреуден кем асып-тасып. Жағдай жақсы деген айтпа. Жоқ. Ана шубаңды киме сап қой. Машинаның гаражға тықып қой. Айтпа.
Жоқпен байыз. Жоқсақ жоқ десең байыз. шубаны сіңіліме көрсетейінші. Көрсетті, ешкімге көрсетті. Келатыр ғой. Қайсысы келеді? Қаққан бала келеді. Қайсы, Жигули ма, Опель ма? Жоқ, Жигули, ақ көңіл бала ше. Ақ көңілі ма? Давай, зарлай бер сен, зарлай бер. Давай. Содан шығады. Помада жақ, помада жақ. Қой. Ай. Ай. Ассалаумағалейкум. Қалай емес пе жеңеше, қалайсың? Қалай, жағдайларыңыз жақсы ма? Жаман. Ой, жаман. Қиын. Неге жаман? Қиын. Ой, адам болмайды. Қиын жаман. Нашат. Ай, өледі-ау. Ай, өледі-ау, жаным-ау. Жеңеше, жақсы сөйлеңізші, айналайын, жеңеше. Почти өлдім, почти өлдім. Өлді есебі. Жеңеше. Аши құр сүлдері жоқ. Ой, өліп кетеді-ау осы. Құр Ой, мынаның құр сүлдері қалды ғой. Қиын. Машинаға алған бұл емес, менің құр сүлдерім қалды, мені зорға жүрген. Ай, өлмейсің. Мынаны айтсайшы. Айсмаға жақсы ма, бәрі дұрыс па әйтеуір? Бәрі жақсы ма? Міне сіздің жақсы көретін, міне сізіңізде, міне табақтардың бәрі алып келдім. Міне, бәрі уже екі ай болды ғой, қасында жүргенімізге уже біліп қалдық қой, нені жақсы көретін көрген. Қашты екінші әйел болып қалдым әлің уже мен. Жартысын саған әкелдім. Сөйтіңдер. Осы үйдің ауқаты эконом болсын деп, үйдің ақшасын тежейін деп, өкіметтің тамағын жеп отырмын ғой мен. Атеге отырмыз ғой, жерде жатып қой. Жетіскенен отыр дейсің ба мен? Немене келе бересің сен, адам жынына тиіп осы сен? Немен келдің да? Енді сол автобуспен келдім. Ойбай, автобус. Шығын-ай, атаңа нәлет шығын-ай. Бұлар шығын ғой енді, автобуспен ары, бері, 70 теңге бері, 70 теңге ары, күніне 140 теңге, ойбай! Шығын-ай, атаңа нәлет шығын. Автобусқа мінбей, үстіп айтатыныңды біліп, жаяу келдім, 5 километр. Ойбай, шығын-ай. 5 километр жаяу. Енді 5 километр ары тағы жаяу. Шығын-ай. Енді аяқ киім тозды деп аяқ киім аласың ғой. Жалаң аяқ келдім, жалаң аяқ. Ей, аяқ киімді пакетке салып жалаң аяқ келдім, больницаға кіріп атқанда кидім. Үйбай, шығын-ай. Енді өкшем жарылды деп мақшысың ба? Ай, шығын-ай, атаңғана. Айран жаға салам, айран. Ойбай! Өзімізді ішуге қимай атқан айранды сенің аяғыңа жағайық, ойбай! Шығын-ай. Қайтып келем, енді қайтып келем. Кеме вообще. Кім келді саған? Шығын-ай. Үйге құрастырамайды, бұлар тасиды. Бек кіргізеп бұлар шығарады атаңғана деп. Қойшай, нервішті де бермей, болды қойшы. Жүрегім ауып дейсің бе әзір сен? Не істеп атсыңдар? Бала шаға не істеп атсыңдар? Не жеп атсыңдар?